Экология ел тынысы. Дайындаған Кенжебек Ахнет, Сымбат. Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе селосы, Шетпе гимназиясы, 10 сынып оқушылары Кенжебек Ахнет және Мұхаммед Сымбат жасыл ел номинациясы бойынша экология бағытында дайындаған жобасы. Жалпы жұмысымыздың мақсаты ғаламда болып жатырған ғаламдық экологиялық қақтығыстарды азайту, көліктен зауыттардың шығатын улы газдардың атмосфера қабатына деген зиянын азайту. Себебі атмосфера қабатының тақауымен адамдар тыныстап, ағзасына улы газ түсіп, денсаулығына қатер төнуі мүмкін. Оның зиянды жақтары нақты дәлелдеп көрсетілмегенімен, дәл осы улы газ әсерінен жылына мыңдаған адам көз жұмады. Мұны адамзат қанша білсе де, проблеманы шешуге бүкіл әлем болып атсалыспауда. Тек белгілі бір аймақта ғана қолға алынуда. Алайда бұл оңалтуға ешқандай әсерін тигізбейді. Бұл проблеманы шешуге бүкіл әлем болып атсалыссақ қана оң әсерін беруі мүмкін. Жалпы кіріспе адам пайда болғаннан бастап-ақ биосферада қалыптасқан экологиялық тепе-теңдік өзара өзгере бастады. Адамның іс-әрекеттері тікелей табиғатқа әсер етуін антропогендік факторлар деп атайды. Жер тарихында адамның пайда болуының өзі ең ірі эволюциялық өзгеріс деп есептелінеді. Алғашқы кезде адам саны аз болуы және табиғатқа табыну дәстүрінің болуына байланысты адамның табиғатқа әсері онша байқала қоймады. Бірте-бірте адам санының артуы, жаңа жерлерді игеру, табиғатқа байлықтарын кеңінен пайдалану нәтижесінде адамның табиғатқа деген зияны арта түсті. Жыл сайын өнеркәсіп атмосфераны шамамен 1 триллион тонна шаң мен басқа да зиянды улы газдар ластайды. Көптеген қалалар түтін астында қалуда, кең ормандар кесіліп өртенуде. Олардың жоғалуы оттеген тепе-теңдігін бұзады. Нәтижесінде жануарлардың, құстардың, балықтардың және өсімдіктердің сирек кездесетін түрлері мәңгілікке жоғалып, бірқатар өзендер мен көлдер құрғап кетті. Ауаның және дүниежүзілік мұхиттың ластануы, озон қабатының бұзылуы адамның табиғатпен апайсыз араласудың нәтижесінде болып отыр. Ал бұл экологиялық дағдарыстың белгісі болып саналады. Осы орайда біз мектеп оқушыларымен сұхбат жүргізген болатынбыз. Шағын ғана видеоролик. Маңғыстау облысының Шетпе гимназиясы 10 сынып оқушысы жасыл ел номинациясы бойынша экология ел тынысы атты жобаны сіздерге ұсына отырып, мектеп оқушыларынан экологиялық оңалту шаралары туралы сұхбат алды. Қазіргі экологиялық проблемаларды шешудің қандай жолдарын ұсынар едің? Көгалдандыруды көбейту керек деп ойлаймын. Оған қоса зауыттардың түтіндері ауаны ластайды ғой. Сол зауыттардың түтіндерін фильтр қою керек. Сосын электр тоғымен жүретін көліктерді көбейту керек деп ойлаймын. Қазіргі экологиялық проблемаларды азайту үшін қандай ұсыныстар ұсынар едің? Қазіргі таңда экологияда проблемаларды шешу үшін менің ойымша әрбір адам өзінен бастау керек. Себебі әрбір адам өзінен бастап бірнеше қоқыстан жинап бастайтын болса, ол қоршаған ортаға таза болады. Ал екіншіден көп ағаш отырғызуымыз керек. Себебі көмірқышқыл газы азайып, аурулар да азаятын болады. Экологиялық проблемаларын шешудің қандай жолдарын ұсынар едің? Мен мектепте тренинг жасайтын едім, балаларды табиғатта аялауға үйретуге, қоқыс лақтырмауға. Мысалы, әрбір бала өздерінің қаражатымен бір тал әкеліп, соны мектептің ауласына не болмаса өздерінің аулаларына егуді тапсырар едім. Және табиғатқа, мысалы, қоршаған ортаға қоқыс тастаған адамдарға қатаң түрде штраф салатын едім. Осы орайда біз зерттеу жұмыстарын өткізген болатынбыз. Ақтау қаласындағы жолаушылар тасымалдайтын 40-43 және 53 автобустардың бір күндегі жұмыс барысында рейске шығатын автобустың санын және осы автобустың бір күнде қанша литр бензин жұмсайтындарын нөмірі 3-ші автопаркке барып, мынандай мәліметтерді анықтадым. Жұмыс күндері 40-53 автобустардың бір күнде 40 машина жолаушылар тасымалдауға шығарылады екен. Әр автобусқа бір күнде 90-100 литр, яғни автобуста 8 айналым жасайтын болса, 90, ал 10 айналым жасайтын болса, 100 литр бензин немесе соляр майы шығады. Бензиннің қозғалтқыштарын қопарылыс түзіп, жану детансия деп аталатын детансия жарылу, яғни жанған кезде дыбыс ырғағы бұзылады. Егер бензин құрамында аромат көмірсутектер мен тармақты
көмірсутектер мен тармақты көмірсулар көп болса, сапасы жоғары. Ал ашық тізбекті көмірсутектер көп болса, сапасы төмен болады. Бензинді шартты түрде изоктан мен энгептанның қоспасы ретінде қарастырады. Енді осы мәліметтерді пайдалана отырып химиялық реакция теңдеулерін жазып арқылы ауаға бөлінетін көмір қышқылының газының мөлшерін анықтауға болады. Біз гептан мен оттекті әрекеттестіріп СО2 мен H2O, яғни көмір қышқыл газымен су түзіледі. Осы байланысты біз есептеп көрдік. Бір күнде 43 жағытуғыш шамамен 10 литр айналым жасау үшін 110 литр бензин жаққанда бөлінетін көмір қышқыл газының көлемін есептейді. Реакция теңдеуі бойынша пропорция құрамыз. Осы жерде СО2-ні біз қалыпты жағдаймен алып, пропорция арқылы есептеп шығарамыз. Бұл жерде 770 литр көмір қышқыл газы бөлінеді екенін білуге болады. Және 40 айналым жасайтын болғандықтан бұл жерде оны 40-қа көбейтіп 30.800 литр көмір қышқыл газы бөлінетінін білуге болады. Бұл жай ғана бір күнде бір автобустың шығаратын көмір қышқыл газы. Және осы орайда біз қорытынды жасай келе ұсыныстарымызды ұсынғымыз келеді. Қоршаған ортаның және халықтың экологиялық қауіпсіздігін нығайту кездегі өзекті мәселелер шешу көптеген жұмыстардың атқарылуы. Ал бұл мақсатқа жету үшін мынандай шараларды орындауымыз қажет деп санаймыз. Тарағзалардың көбейі, өнім беру кезінде өте химиялық қосылыстар бөлетін техникаларды зиянсыз түрлерге ауыстыру. Зиянды қосылыстардың тарағзаларға әсерін жан-жақты зерттеу жұмыстарын жүргізу. Жергілікті жерде көгалдандыру, барлық тұрғындардың үлес қосу мүмкіндігі міндеттелсе. Денсаулықты жақсарту шараларын жағдай жасау өндіріс орындарында орындалса, ескілерін және жүзеге асыру жолы қарастырылса. Көліктерге фильтр орнату, осылайша көліктен шығатын СО2 газын ауаға шығармайды. Зауыттардан шығатын улы газдар үшін де фильтрлерді қолдану. Сіздерге біз осы жерде көліктерге арналған фильтр түрін ұсынып отырмыз. Бұл ауаға шығатын көмір қышқыл газының көлемін азайтуға көмектесетін құрал. Жалпы менің ұсыныстарым осы. Назарларыңызға рахмет.